Қымбатты өмір күнделігі YouTube каналының оқырмандары. Менің өмірім енемнің көңілін қалай табамын деумен өтіп жатыр. Ішіңдегі сырыңды кімге барып жүретіп айта бересің? Естір құлақпен тыңдаушы жан болмаса, сенің қайғы мұңың ешкімге де қажеті жоқ. Содан сіздерге айтып отырмын. Өмірімнің басынан бастағым келеді. Жас шағыңда махаббаттың буына мас болып, тұрмысқа қалай шығып кеткеніңді білмей қалады екенсің. Ал уақыт өтіп есің кіргенде отбасын құру оңай іс емес екенін түсінесің. Тұрмыс құрғалы 2 жыл болды. Осы 2 жылым 2 ғасырдай секілді. Себебі осы 2 жыл ішінде қанша талпынсам да енеммен табыса алмадым. Тұрмысқа шығар алдында күйеуім анам талғампаз, тазалықты жақсы көреді. Үйде шылау жатпайтын тап-таза болу қажет. Сен анамның сол тәртібіне сіңсет деп сенемін деген еді. Мен бұл сөзге соншалықты мән бермедім. Ана қанша жерден қатал, тәртіпке мықты болса да мейірімді болады ғой деп ойладым. Өмірге әкелген ата-анасын жақсы көрген жігітім үшін сыйлап құрметтермін дедім. Уақыт өте келе екі жақ танысып құдаласып тойда өтті. Басында тап-тұйнақтай жинақы үй секілді көрінген. Кім болса да басында жас түскен келінге сыпайылық танытып, барлық дымын іште сақтап жүреді емес пе? Әзірге үйге үйреніп алсын дегендей, періштедей кейпін алғаш көргенде күйеуім тым әсірелеп жіберген екен ғой дегенмін. Айды айға жалғап жыл өтті. Ата-енеме шекесі торсықтай немерелерін қолына ұстаттым. Олардан бақытты жан болмаған шығар сол сәтте. Немересінің тәтті қылықтарына тойып жадырап жүретін енем уақыт өте келе өзгеріп сала берді. Мінезі өте құбылмалы адам болып шықты. Кейде асты-үстіңе түсіп жақсы адам болып кетеді, кейде бар ашуын шығарып, мазасызданып, әр нәрсеге тиісе беретінді шығарды. Қай уақытта желдің қай бағыттан соғатынын білмейсің. Енем ақшаға жақындау кісі, немересінің айлық жәрдемақысына дейін алып қоюды шығарды. Бәрін есептеп отырады. Әсіресе сырттан біреу келсе менің бүкіл қылықтарымды жіпке тізіп, бар мінімді айтып беретін болды. Келген қонақтан өзім ұялатынды шығардым. Күнделікті ішіп жем ас ауқатты алғанын міндетсінетіні де бар. Кемшіліксіз адам болмайды ғой, көш жүру келе түзеледі. Ашулансам үндемей, тілімді тістеп сөйлемей қаламын. Әйтпесе, ашумен талай сөздер кетер еді. Өзі жас болғандықтан әлі қақшаңдап тұр. Балам жоқта үй тірлігінің бәрін өзім істейтінмін. Қазір кішкентай балам бар, бәріне үлгеру мүмкін емес. Осындайда енем маған көмектесудің орнына керісінше жұмысымды көбейтеді. Мен үйде болмай қалған кездері азанда, түсте ішкен тамақтарының ыдысын үйіп қатырып, асхананы былықтырып, дастархан жиналмай, сыпырылмай жатады. Қоқыс шелекке бір нәрсе тастаса еңкейіп тастамайды, лақтыра салады. Дөп түспесе солай жата береді. Артынан мен келіп жинамайынша ешкім сол қоқысты алмайды. Кір машинаға кір тастаса үстіне барып қоя салады, ішіне салу да жоқ. Әрине, бұның бәрі ұсақ-түйек нәрселер болғанымен жүйкеңді жұқартады. Үлкен тірлік осындай ұсақ-түйектерден жиналады. Қазір 2-ші балама аяғым ауыр. Жүйкем сыр беріп жүргенде енемнің бұл қылықтарын түсіне алмай далмын. Егер енем тумаған әйел болса түсінер едім, ол да түн ұйқысын 4 бөліп бала қараған ана емес пе? Тұрмысқа шығарда бөлек кете алмайтынымды білгенмін. Себебі күйеуім үйінің жалғыз ұлы. Бірақ енем өзі кезінде қолдағы жалғыз келін бола тұра күйеуін бөлек алып кеткенін айтып отырады. Енеден көп қиыншылық көрген келін. Мүмкін сол оқиғалары есіне түсіп, енесінен ала алмаған өші мен кегін менен ала ма екен. Түсіністік танытуға тырысып-ақ жүрмін. Бірақ қалай көңілін табуды білмеймін. Маған айтар кеңестеріңіз болса тыңдауға, орындап көруге дайынмын.